Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге помидордан осындай бір керемет нелер жасайтын боламыз. Неке томатымыз, мынау томаттың қалған суынан менде мындай огурцы помидор жаптым. Одан қалғаннан мынандай неке огонек па бірдеңе жасадым. Осының бәрін сіздерге қалай жасау керек екенін көрсетемін. Басынан аяғына шейін менімен бірге болыңыздар. Өте керемет, керек, пайдалы нәрсені көресіздер. Ал ендеше кеттік. Ал қызанағымызды жуып тазартып алдық. Мұнда менде 3,5 келдей қызанақ бар. Осыны енді біз қазір барынша өте үпуақ қылмаңыздар. Мына жерін алмай қоюға да болатын шығар, білмеймін, мен енді алам. Осылай мен томат жабам өзім ылғида. Осыны менде осылай 4-ке, 2-ке, 4-ке, 5-ке бөліп, осындай көлемде барлығын турап аламыз. Мінекей. Мына жерін несін алып тастаймын, алмасаңыздар өздеріңіз білесіздер. Помидор неғұрлым етті болғаны жақсы, сол болғаннан гөрі артына қарта оның результатын соңғы кезде көресіздер. Негізі бізге су емес, ет қажет болады. Мінекей үстіп барлығын турап аламыз. Неке біз турап алдық, уақыттап отымызға қойдық, астын қазір қосамыз. 15-20 минут сусыз, ештеңесіз осы кастрюльде қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін астын кішкене басып қойып, ақын жырлатып қайнатуға да болады. Мына кастрюль бізде 4 келді, где-то 4 литрлік болады. Енді осы неке қайнағанын 6 минуттай болды. Осылай өзі ақырын қайнап жатыр. Бір араластырып қояйық. Өзінің суы өте керемет шығады. Помидорға, мына қызанағымызға томатымыздың қызанақтың суы қатты тығыз болуына да байланысты, өте су көбін алмай, осына кішкене тығыздау қызанақ жақсы болады. Неке 6 минуттың ішінде мынандай результат беріп тұр, су әдемі шығып жатыр. Бір енді 15 минуттай қайнатып аламыз. Неке 20 минуттай тура қайнады. Енді осының суын жаңағы етінен ажыратып аламыз. Сүзесіздер ме, әлде бөлек бүйтіп ағызып аласыздар ма, әйтеуір суын ажыратыңыздар. Енді менің кастрюльде мынандай тесікшелер бар. Сол арқылы мен қазір төгіп көремін, болмаса сүземіз. Дейсіз. Неке ағады екен, осылай түгел суын бәрін осылай сарқауыңыздар. Вообще су болмау керек қой? Вообще су болмау керек. Өте керемет болады. Қолдың томаты ғой енді. Сатып алғанша қысқа дайын әйтеуір. Осылай түгел сарқауласыздар ғой. Мінекей, осындай помидордың жаңағы терісімен бірге еті қалды. Мынаншама су шықты. Осы суымызды жаңағы жабатын огурцыларымызға құятын боламыз қазір. Мынаны енді блендерден өткізіп аламыз. Жаңағы қызанағымыздың суын текке төгіп тастамай, мен сіздерге қазір осындай огурцы помидордан мен банкыға қазір жауып сіздерге сумен көрсетейін деп жатырмын. Ал ендеше бастаймыз. Мына банкаларымыз біздің барлығы жуылып, стерилендеген. Бұны мен жуып, парға ұстаған жоқпын. Бұлардың бәрін мен бір чайный ложкамен укспен шайып, сосын сық сумен қайта шпарить етіп шықтым. Осындай кішкентай банкыға жаңа қызанақтың суын текке төгіп тастамайын деп сіздерге көрсетейін, қалай тұздау керек екенін деп жатқан жайым бар. Міне мұндай менде тамақтан қалған ас көктің жаңағы сабақтары дейміз ғой, соны тастаған жоқпын. Осындайға салайын, бірдеңе керек болып қалар деп, осыларды бесілі деп түптеріне саламыз. Неке бөліп бәрін шығады, жақсы. Үлкеннен салсаңыздар орын алады, сондықтан да мен мына лақтырып жүрмейін деп осылай салып жатырмын. Енді біздің сарымсағымыз бар, бәрі жуып тазартып қойдым, уақыт алмасын деп. Әрқайсысына 2-2-ден осындай сарымсақ салып шығамыз. Бесміллә деп. Бір артық қалып, 3-ке бөліп. Енді біз бір жағынан салып шығайық бұлай, сосын арасын араластыратын, чередовать ететін боламыз. Енді бізде мынандай мінекей қиярымыз бар. Өздеріңіз білесіздер, егерде қиярларыңыз кішкентай болса, бөлме сол қалпы, үлкен банкі болса, солай сала беруге болады. Мен жай жаңағы қызанағымыздың суы менде көп емес, сондықтан да мен шағын банкыға сіздерге көрсетіп жатырмын. Осылай сіздер болса үлкен банкыға үлкенірек қып салуға болады, кеспемен. Енді осыны кесіп салам. Осылай 3-ке бөліп
Одан да кішкентай былай да салуға болады. Өздеріңіз білесіздер, қалауларыңыз бойынша. Өте керемет болады. Қыста жесеңіздер де, бір 10 күннен кейін ашып жесеңіздер де, үйсіп алып, неке қазір біз банкаларымыздың түбіне салатын боламыз. Бисмилла. Ол мендегі заттардың бәрі болу керек деген сөз емес. Егерде болмай қалып жатса, жаңағы қызанағымыздан да жауап беруге болады, құрғана. Бар болса, осылай салыңыздар. Енді міндетті түрде кішкене ащы бұрыш салған дұрыс. Кішкентай ғана салыңыздар. Өйткені банкаларымыз біздің кішкентай. Осылай ғана бір кесіп. Банкаларымыздың тұрғаны 15 минут болды. Ішіндегі суын төккенше мынаны бір қайнатып алайық. Өйткені жаңа не дегенмен де аударып төңкергенде салқындап қалды. Осыны бір тарсалтып қайнатып алып банкаларымызға құямыз. Осындай ащы бұрыштан бір кесіп, бет-бет салып жүруге болады. Жетеді, сол өте көп салмаңыздар, ащы болып кетеді. Енді бізде мынандай нелер бар, менде бұрыштар бар. Мен мұндайларды көп қолданамын, сондықтан да мен әр түрлісінен салайын деп отырмын. Мына гвоздика дейміз, қара бұрыштар дейміз, душистый дейді, білмеймін. Осыдан бір-екеуден салып шығамыз. Әйтеуір ұқсайды бір-біріне. Мінекей 3 гвоздика салып жатырмын. Сосын мындай бұрыштың кішкентай, одан да салып жатырмын. Дәмін келтіреді. Сондықтан да бар болса салғандарыңыз дұрыс. Енді қолда не бар, соны жасай бересіздер ғой. Қазір ауылда огородтың пісіп жатқан кезі. Енді менде мынандай кабачкиім бар. Осы кабачкиден да мен қуырғам, содан қалған кабачки бар. Бұл да енді қияр сияқты. Осыдан да бетіп әрі қайсысына осылай 2-3-еуден бә, 4-еуден бә салып жесеңіздер, бұл да қыста әдемі болады. Менің видеомда бар шығар, кабачкиден икра жасаған. Видеома подписка жасап, лайк басып кетіп, қарап өтсеңіздер, компот жасаған, бұлттар соленьямды болуға тиіс, салаттар да болуға тиіс. Қазір күз мезгілі, сондықтан да үйлеріңізде бар шығар, ауылда тұрсаңыздар, қалада болсаңыздар, сатып алыңыздар. Осылай араластырып, ассорти қылып, қатты болады деп ойламаңыздар. Мына кабачки өте жұмсақ, жас болғандықтан. Енді осыған біз кішкене тағы да бір слойлап, бір лавар жапырағын салып шығамыз. Сосын тағы да помидор сыйсап салыңыздар. Одан кейін менде мындай сәбіз бар. Сәбізді де кішкене бүйтіп сәндік үшін өте қап-қалың қылмай, жай осылай салып жүруге болады. Жан-жағына бүйтіп сән береді, дәм береді. Көп қылмай. Біз корейский салатта жеп атамыз ғой, тісіміз өтпесе де. Мына қатты екен, шикідей мына кісі салды демеңіздер. Маринатталғаннан кейін қазір қатты ол тез емес. Тағы салып жүрейін. Бірдей болсын барлығы. Енді менде мынандай тәтті бұрыш бар. Осы тәтті бұрыштан да былай дөңгелек етіп салғым келіп, кішкене. Тәтті бұрыштан да бір салып жіберіңіздер бар болса. Осылай барлығын толтырып алайық бірінші. 2-3 банкаға жаңағыда өлшеп алғандай болған екен. Точно шықты. Енді осыған қайнап тұрған ыстық суымызды бесіне деп құямыз. Бесіне. Үшеуіне де осылай ыстық суды толтырып қойып шығып, сосын 15 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Ары қарай тағы көретін боласыздар, өте дәмді болады. Бір жағынан томат жасалады, екінші жағынан томаттың суынан осындай. 15 минуттан кейін суды төгіп тастап, жаңағы томатымыздың, қызанағымыздың суын құятын боламыз. Ары қарай көресіздер, мен осылай крышкаларды да үстіп кішкене стерилизовать етем ыстық сумен, өйткені бұзылып кеткенін қаламаймын. Менің қаншама жыл осындайлар жасаймын, менің атылып кетіп, көгеріп кетіп ондай болған жоқ. Сондықтан да 15 минутқа осылай қоя тұрамыз. Болды. 15 минуттай ыстық сумен бірге тұрды. Енді осыны төгіп тастаймыз. Бұл енді бойындағы жаңағы шумай қалған жер болса, қолымызбен ұстасақ та бәрінде микроб болады деп мен өзім ойлаймын.
себебі мен баяғыда осылай варенье бірдеңелер жапқанда балалар жүргізбейтін жанымен. Жүрмейіндер, микроб түседі деп инфекциядан да шығардым. Мен бір алған қасықты екінші басқасын алып сөйтіп салам. Өйткені атып кете ме деп қорқам. Осылай төгіп аламыз. Құмы қалады, жумай қалған жерлер болып қалуы мүмкін. Банканы да тағы бір тазаратын шығар мүмкін. Банканы микроволновкаға, жаңағыдай духовкаларға кептіріп алып атады. Мен енді кішкене уксус құямын да, шайқап, ыстық сумен тағы бір шайып солай жасай. Енді осыған біз қазір тұзымыз, қантымыз саламыз. Неміз рассолымыз қайнағанша үлкен қасықпен бірінші тұз салып алайық, Тұз біз кішкентай қасықпен толтырып бір қасық тұз саламыз. Горкамен дейді ғой орыстарда. Бисмилля. Үшеуіне бірге салып шығамыз. Осы өйткені банкымыз үлкен емес. 1 литрлік банк болса, бір қасық үлкен қасықпен саласыздар, толтырмай. Кішкентай банкалар осылай жетеді. Енді осыларға толтырып үлкен қасықпен қант саламыз. Бисмилля. Мынау толып кетті неге демеңіздер, қазір су құйғаннан кейін басылады. Осыған бізде 9%-лық бізде уксусымыз бар. Осыдан бір қасық, үлкен қасықпен. Бұл өте әсері қатты емес, сондықтан да қорықпаңыздар. Үлкен қасықпен бір қасықтан 9%-лық уксустан құясыздар. Жаңағы пиязын айдемет құдай қызанақ орысша қазақша сөйлеймін деп шатысып кетті ғой. Помидор дей берейінші, енді құрметті көрерменде шатысып кетемін қазір мен. Жаңа помидорымыздың суы бір қайнатып алдым, бисмилля деп, енді осы нелеріміздің үстіне, овощтарымыздың үстіне құямыз. Бисмилля рахман-рахим. Бала-шағама бұйыртып жегсін, дәмді болсын деп сөйтіп жабайын. Ama biz kütle gezimizde de süt çözüyoruz. Nerede gün gideyim sonra. Толтырып құйып алды. Енді қақпақтарын жауып, қорықпаңыздар, қақпағынан су ағады екен, бірдеңе екен деп, мен соленье, варенье бәрін осылай қақпақтары тозып қалғанша осылай жабам. Енді осыны бір күнге орап қоямыз. Сосын бір қысты күні бір видео түсіргенде ашып сіздерге көрсететін боламын. Өте керемет болады, дәм әдемі. Жаңа қызанағымыздың суы натуральный, текке төгіп тастамайын деп, мен осылай жауып жатырмын. Әлі неше түрлі видеолар көресіздер алда. Ал енді орап тастаймыз. Жаңа қызанағымыз, енді осыны қазір біз уақыттап блендерден өткізетін боламыз. Блендер болмаса, енді шикоп тұрғанда да мясорубкадан өткізіп жасауға болады. Әркім әрқалай жасайды, енді өздеріңіз білесіздер. Мен осы блендермен жасаймын. Бисмилля деп, осыны қазір біз уақыттаймыз. Блендерден өткізіп алдық. Енді осыны мындай таза ыдысқа алып бисмилля деп саламыз да. Осының енді мынау қабығы мен дәні ғой, семенасы осының бойында қалу керек. Не осылай сеткіден өткіземіз. Марлемен де болады. Марлеға салып, сығып сыртынан бет түсіріп отыруға болады. Бұрынмен сөйтіп істейтін тоғының. Енді есеп осылай болады ғой, міне қараңыздар. Томат көрдіңіздер ме? Барлығын осылай жасап аламыз, неке. Неке, соңына келіп қалдық. Марлы болса, марлымен де жасауға болады, құрметті көрермендер. Олай да жақсы. Енді бұл қап-қайын екен деп айта алмаймын. Бұның енді қалдықсыз болатынына күмәнім жоқ. Ештемесінде қалдырмайсыздар бұның. Суын жаңағы банкыға құйып огурцы жаптық. Неке, жаңағы помидорымыздан осындай томат шықты. Осыған енді мен бір шай қасықпен толтырып тұз салам, араластырып, сосын бір ас қасық сұйық май құям. Енді құймасаңыздар өздеріңіз білесіздер, мен білмеймін, жай түрі әдемі болсын деп па, бір жылтылдап тұрсын деп па құйып жатырмын. Осыны енді бір бөлікке өткізіп банкаларымызға құятын боламыз. Неке, томатымыз дайын болды. Бір бөлікке өткізіп қайнатып алдым. Мына кішкентай банкалардың бәрін іштерін шайдым. Ыстық сумен бір шпарит етіп алдым. Түгел неке тап-таза.
крышкаларын да солай тазарттым. Мен енді азғантай ғана қызанақтан жасап атқаннан кейін осылай керемет көп шыққан жоқ, бірақ енді былай жеткілікті. Қалай салсам екен, осылай қасықпен бесіне деп осындай кішкентай банкаларға салып жатырмын. Үйлеріңізде огород еккендеріңіз болса, тіптен пайдалы енді. Тегін помидор ғой енді. Қарасаңыздар, мол қып осылай турап жасасаңыздар, жеңіл әдістері де бар, бәрін тірідей жаңағы мясорубкадан өткізіп солай да жасауға болады. Осылай банкаларға құямыз ба, әлде анау зимний заготовкаларға салафан мешочектер болады ғой, салафаны бір нелер. Сондайларға салуға болады. Зато натуральный үйдікі. Мен енді азғантай помидорым болғасын, осындай азғантай шықты. Арасына турап атқанда жеп қойғансын, жартысын жеп қойайын ба. Осылай менке бәрін осылай кішкентай ыдысқа бөліп салам. Болмаса да формулаларға да салуға болады. Сосын қатқаннан кейін нелерге алып ішінен салқандарға салып қойуға болады. Мінекей осындай керемет томат шықты. Мен бұрында да осылай жасайтынмын ауылда болған кезінде, бірақ соны видеоға түсіретін сәті болмайды. Көп уақыт алады демеңдер, ештеңеде қалдық қалмайды. Как раз соленье вареньяның уақыты қазір суын ауыр жаңағыдай соленьеға салып жүрсеңіздер, натуральный зато судың орнына өте жақсы. Жаңағы ең соңында қалғанындай қалдық, оны да төкпейміз. Оны осылай салып, екі чесногымыз, сарымсағымыз саламыз. Жаңағы петрушка укробымыз. Сосын ащы бұрыштан кішкентай салып жүрейік. Бұл білмеймін не болып шығатын, бірақ осылай жасасам текке қалдырмай деп жатырмын. Сосын андай тәтті бұрышымыздан салып жүрейік. Қалғаны қала берсін, тамаққа қосам. Енді осының бәрін біз қазір өткізгіштен өткізіп аламыз. Блендердан. Ұмытып кетіппін, осыған шай қасықпен 1-2 қасық сұйық май құйып жүруге де болады. Зиян емес қой, кішкене жылтырап сән береді. Ал енді кеттік. Блендерден өткізіп алдық. Құрметті көрермендер, егер де қою болып жатса, жаңа мен мынау кішкене мындай суға қалған, соны кішкентай араластырып жүрмін. Дәмін иісін көрсеңіздер, керемет қой. Керемет, өте керемет. Егер де сладкий кішкене тәтті болсын десеңіздер, кішкене не салып жүруге болады? Қант салуға болады. Қазір дәмін көреміздер. Сосын егер де дәмін көрейін. Түрін қараңыздар, шыққан икра сияқты керемет. Иісі де әдемі. Қандай күшті. Дұрыс салдым. Қант салмай қойым, былай да әдемі екен. Огонек сияқты есебі. Бірақ әдемі қою күшті, дәмі жылы болғандықтан әлі дәм білінбей тұр. Салқындатып осылай тамақпен нанның бетін жағып жеуге болады. Сонда жаңа қызанағымыздан ештеңе де қалмай тұруға атқот ештеңе. Семенасында қалдырған жоқ мама. Қалдырған жоқ қыз. Өте жасап көрсеңіздер айтасыздар ертең, мына кісінікі күшті керемет екен деп. Ал видеомыз түсіріп болдық. Енді мінекей дәмін көретін боламыз. Міне жаңағыдан қалған согымыз осындай ғана қалды. Одан ең соңында қалған мынау аджим дейміз ғой. Өте дәмі керемет. Тілі үйрет. Енді бұл огонекқа да ұқсамайды. Бір икрама сондайға ұқсайды. Неке томатымыз қоп қою керемет томат шықты. Одан қалды суынан осындай керемет помидор огурцыларды ұздадым неке. Енді осының дегустациясын дәмін көрейін деп сіздерге көрсетейін деп отырмын. Бесілмә деп нанымызды алып, нанға жағып, мен сіздерге көрсетейін осыны. Неке. Әлбетте түскі тамақпен, бесілмә рахман-рахим деп көрем. Дәм өте керемет жасап көріңіздер. Сосын айтасыздар, неке осы кісінікі керемет болып шыққан екен деп. Өте дәмді, өте керемет. Одан кейін соңынан ауыз тиеміз. Табиғи жасап көріңіздер. Ал құрметті көрермендер, бүгін сіздермен бірге үй жағдайында томат жаптық. Өте керемет шықты деп ойлаймын. Көріңіздер, жасап міндетті түрде маған өзіме ұнады. Амдай огурцы да жауып жатырмын, қалғанын ештеңеде қалдырған жоғым. Исрап қылмайын деп. Енді маған подписка жасап кетіңіздер, лайк басыңыздар, келесі кездескенше сау болыңыздар.